Иә, әріптестер, жалғастыра берейік сабағымызды. Микрофонды сөз алмасақ, басып қояқ, әйтпесе кедергі жасап отыр ғой бір-бір. Біз модельдеуге келдік, иә? Модельдеу, яғни айтқанда, жаңа кімнің сөзін, әріптесіміздің сөзін тыңдап жатыр едік. Келді ме? Әріптесіміз? Мөлдір, сен бе едің айтып жатқан? Микрофон өшіп жатыр. Мөлдір ме? Кім еді? Иә, мен, Мөлдір, мен. Айтты, жалғастыра берейік, модельдеуді. Жүзеге асырып жатқанымызды айтып жатыр едік қой. Ауа райы туралы балаларға қызықтыру үшін ауа райындағы құбылыстардың дауысын саламыз. Иә. Ауа райындағы құбылыстарды балаларға саламыз да, қалай істеуге болады, желдің дауысын қалай салу, жаңбырдың дауысын қалай салу болады, кемпір қосақтың шыққанын қалай бейнелеуге болады, балаларға сол арқылы сабақ қызықтырамыз. Сосын жаңағыдай бұрынғы кезде ауа райын болжау туралы айтамыз, мысалы, аспанда жұлдыздар көп шығып кетсе, ертеңгі күні күн ыстық болады деп. Сол туралы балаларға айтуымыз керек қой, бұрынғы кезде қалай болжайды ауа райын деп. Ал енді осыны практикасын жасатасыз ғой. Бірінші модельдеу манаға ақпарат беріп, манаға балаға ақпарат беру. Екінші манаға тапсырманы орындату, яғни айтқанда болжату да саралату. Одан кейін үшінші манаға сізде практика жүру керек. Одан кейін не болу керек? Манаға қорытынды жүру керек, модельдеуіңіз керек. Сонда сіз манаға ауа райы туралы түгел не істеп жатырсыз? Балаға жеткілікті ақпарат беріп жатырсыз. Білім беріп жатырсыз. Ақпараттан бұрын білім. Ол тек қана ақпаратты білімнің бірінші бөлімінде беріп жатырсыз. Екінші бөлімінде орындатып жатырсыз. Үшінші бөлімінде манаға көз жеткізіп нәтиже алып жатырсыз. Мысалы, мінекей бұның барлығын біз модельдеу жүзеге асыруымыз керек. Ең соңында нәтижесінде, яғни айтқанда манаға өз бетінше жұмыс істеуіне көбірек мүмкіндік беріп, тапсырманы кезеңдерге бөлу, яғни біздің негізгі неміз модельдеудегі қолданатын әдісіміз мінекей осы модельдеуде осы тұстары екен. Яғни айтқанда ауа райы тақырыбы қалай жүзеге асты? Ақпаратты алды, тәжірибені жасады, нәтиже алды, бала дәлелдеді, нақты дәлел. Бүйтеді, сөйтеді деп тек айтып қана қойған жоқпыз оған, жасаттық. Яғни айтқанда мысалдар келтірдіңіз, манағы суреттерін көрсеттіңіз. Яғни мысалы тақтадағы мына суретке қарайық. Енді біз мана ақпаратты бердік қой, жұлдыздар түнде көп болса, яғни не болады дедік? Күн ыстық болады дедік. Яғни айтқан. Сосын тағы не қандай ақпарат бердік? Манағы мысалы ай шалқасынан тұрса мынандай болады дедік. Мысал айтып жатырмын да дегенді. Оны істеттіңдер ме? Басқаша істеген шығарсыңдар мүмкін әдемі түрінде де, енді сіздер практиксіздер ғой. Мінекей, сөйтіп айттыңыздар. Енді соның нақты дәлелі керек қой, практикасы керек қой. Енді сіз манағы балаға бірнеше картиналарды бердіңіздер. Осы картиналар бойынша ауа райын болжаңыздар. Бала не істеді? Болжады. Яғни енді ол мысалы естіді, көрді, ақпарат алды, қолымен жасады. Ол енді өмірде не істейді оны? Жүзеге асырады. Жүзеге асырады. Мінекей, яғни айтқанда уже баланың жадында қалады. Ол өмірмен байланыстырып, біз не істеп жатырмыз? Тәрбиелеп, манағы өмірге қажетті дүниесіне жаратып жатырмыз. Ең кішкентайы деймін да, мысалға келтіріп отырғанымыз, ең кішкентайы дүниенің осылай. Міне модельдеп, өстіп жүзеге асырып, сабақты басынан аяғына шейін бала қалай болмасын, жаңағы өзі ынталануға, өзі кері байланыс жасауға, соны нақты дәлелдеп алып шығуға мүмкіндік беретін әдісіміз біз модельдеу екен. Бұны да жүзеге асырып жүрміз, солай ғой? Бар практикамызда. Сонда, демек, біз
Енді өзара талқылау әдісін жасап көрейік, яғни пән бойынша оқу бағдарламасындағы, яғни оқу үдерісін ұйымдастырудағы, сіздің сабағыңыз ғой, оқу үдерісі деп отырғанымыз, сабағыңыздағы педагогикалық әдіс тәсілдер бөлімінде ұсынылған тәсілдер мен қарастырылатын тиімді оқу және оқу тәсілдері арасындағы салыстырмалы талдау жүргізу. Енді, мына ұсынылған деп отырғанымыз, мына менің ұсынылған заттарым ғой, мінекей, мыналар. Модельдеу, АКТ, өзара талқылау, танымдық қажеттілік, пәнаралық саралау, бірлескен оқу, белсенді оқу дегендер бар ғой, менің ұсынып отырған тәсілдерім сіздермен де. Солай ма? Осыны енді өздеріңіздің оқу бағдарламаларыңызда жүзеге асыру. Манадан бері айтып жатырмыз ғой, еді, талқылап жатырмыз ғой, талдап жүргізіп жатырмыз ғой. Арасында салыстырмалы талдау. Енді кішкентай да болса, түгел жаңағы ой елегіне өткізіп көрейік. Мен, мысалы, өзімнің сабағымда осындай әдіс тәсілдерді қолданамын ба? Соны жүзеге асырамын ба? Оны мен жүзеге асырып, анда қалай асырып жүрмін? Ол шындығында да балаға пайдасы бар ма? Ықпалын тигізіп жатыр ма? Кубизм әдісін қолданамын мен сабақта. Кішкене ойланып көрейік, да, құрттай, иә. Сөйтіп, мысалы, ойланып, кішкене өзіміздің сабағымызды ең бірінші өзара талқылап алайық, өзара. Ой елегінен өткізіп, өзімізді, каждый өзіміз, әркім өзі манағы жоғарыда айтылған тәсілдерімізді біз өз сабағымызда қалай жүзеге асырып жатырмыз. Сәл ойланып көрейік. Расында да еленбей кетіп жатыр ма, әлде шындығында да жоқ, мен осыны жүзеге асырып жатырмын ба? Қаншалықты деңгейде? Сәл ойланып көрейік. Енді өзіміздің сабағымыз, өзіміздің жұмысымыз, қандай әдісті қолданатынымыз, өзіміз қалай жүзеге асыратынымыз өзімізге белгілі. Және оны ой елегінен өткізіп есімізге түсірдік. Осы біз жүйелі жұмыс жасап жүрміз бе? Енді бүткіл топ өзіңіздің мектебіңізде қолданылатын қандай әдіс ұқсастығы, айырмашылықтары бар. Мұнадан да басқа әдістерді қолдана аласыз ба? Осыны жүзеге асыру үшін. Осыларды жүзеге асыру үшін қандай проблемалар мен қиындықтар туындайды сіздерге? Осы әдіс тәсілдерді жүзеге асыру үшін. Оларды қалай шешуге болады? Иә? Бұл әдіс тәсілдерді қолдану үшін оған қиындық туындайды деп айта алмаймын. Бұның барлығы да күнделікті қолданып жүрген дүниеміз ғой. Иә. Мысалы, жаңағы ауа райы туралы сабақ айтқанда, бірінші сыныптарға сабақ береміз. Бірінші сыныптарда жұлдызшаның саяхаты деген тақырыптар бар, бөлім. Жұлдызша арқылы тақырыптар бір-біріне байланысып кетеді ары қарай. Жаңағы ауа райы дегенге келгенде, бірінші жұлдызшаның саяхатында мынандай бір тақырыптар. Жаңағы ертеде жұлдызша саяхаттап жүріп, адасып қалды деген. Жұлдызша емес, басқа бірдеме болу керек. Сонда бұған жаңағы жол табуына аспан әлеміндегі достарымыз көмектесті деген тақырып бар. Сонда оны осы бұрынғы жаңағына жорамалдауменен, мысалы аспанда жұлдыздар арқылы ауа райын білуге болады деген тақырыпқа ұқсас болды. Сонда аспандағы жұлдыздары көмектескенде жұлдызға қарап темірқазық, шолпан жұлдыздары арқылы жол тауып ауылына келіп деген тақырыптар түсінікті. Осының бәрін, мысалы, осы тақырыптарды балаларға адасып кетті, аспан әлеміндегі қандай достары көмектесті, қалай көмектесті тақырыптар арқылы өзара талқылауына ой тастауға болады.
бірінші сыныптарға салып қой, осы кезде бірінші сыныптардың өзі жаңағы өзіңіз айтқандай балалардың ойының ұшқырлығы сондай. Мен сабақты өтетін болсам, келесі сабақтың тақырыбын, жаңа сабақтың тақырыбын сабақтың соңында міндетті түрде айтып жіберемін балаларға. Балалар келесі сабағымызда тақырып осы бойынша өзімізше жұмыстанып келейік. Мынандай осы мысалы аспан әлеміндегі қалай жолды болжауға болады. Үйімізде атамыздан, әжемізден сұраймыз, немесе барлығымызда YouTube қараймыз, интернет қараймыз ғой, үйде мамамыздың телефонынан. Сол арқылы осыған кішкене мәлімет жинап келейік дегенде, кәдімгі бірінші сыныптың оқушылардың өзі кәдімгідей мәлімет жинап келеді. Кейін оны өздерінің топтарына салып жіберсем, сонда қалай болды, не үшін олай жасады деген сұрақтар арқылы қойып жіберсем, олар кәдімгідей өздері алып шығады тақырыпты. Сонда демек айта беріңіз. Осының өзі өзара талқылауға жатады деп ойлаймын. Әрине, біздің мына жоғарыда көрсетілген тәсілдеріміздің барлығында біз әрине жүзеге асырып жатырмыз негізінде. Бірақ шындығына келгенде біз теориялық тұрғыдан оны модель деп атырғанымыз, манағы саралап атқанымыз, манағы белсенді оқыту түрін қолданып жатқанымызды мысалы барлығымыз дерлік біле бермейміз, мойындауымыз керек. Өйткені біздер теорияға баса мән бермедік. Бұрынғы енді қазір еді мына іште енді жас апайлар қазіргі соңғы поколение деп айтамыз ғой, енді солар кішкене теорияға қалай екенін білмеймін. Біздің кезіміздегі теория мықты болды ғой. Училищенің өзі кәдімгі жақсы оқытты бізді. Біз сондықтан мына дүниені, мына педагогикалық техниканы қолдансаң, педагогикалық құзыреттілікті қолдансаң, мінекей сенде не пайда болады деді. Жаңағы шебер педагог пайда болады. Сондықтан сен жатпай тұрмай қазіргі заманда, қазір айтып шүкір бәрі бар ғой. Мысалы сабақты түрлендіріп, қызықтырып, мына әдіс тәсілдердің барлығын оқытып, мүмкіндік беру балаға, естеу, жаңағы қазір барлығы бар. Біздің кезімізде құралдың, көрнекіліктің өзін қолдан жасайтын едік қой біздер. Маскаға шейін қолдан жасаймыз, оны краскілейміз, оны латтаймыз, оны тоназ бүткіл залға жайып кептіреміз 2 күн, 3 күн. Ол маска дегенде, оны сабақта қолдану, мысалы, ойын ойнату үшін, мысалы, сабақта кейіпкерлердің енгізу үшін, манағы оқушыларымызды. Мінекей осындай дүние. Қазір не? Қазір құдайға шүкір. Жаныңа не керектің бәрі бар. Қазір ақша болса, жаңағы мектептің техникалық базасы жұмыс жасаса, қазір жаныңа керектің барлығы бар, жаның қиналмайсың. Тек жаса қазір. Қазір тек ойлан, ізден, құзыреттілікті қос, пожалуйста, жұмыс мүмкіндік бар. Айтып отырған әдістердің бәрімізді сабақта қолданып жүрміз, бірақ дәл осы әдіс екенін біле бермейміз. Мінекей. Бірлескен саралау, пәнаралық. Дұрыс айтасыз. Айта алмаймын. Жағынан сіз айтқан дәл осы тәсілдер екендігін біле бермеймін. Дұрыс айтасыз. Жаңағы ауа райы деген тақырыпты өткенімде топқа бөлерден алдымен міндетті түрде жаңағы өзіңіз айтқандай қазір техниканың дамыған заманы, мен әрбір сабағыма кәдімгі дайындалып барамын. Оның өзінде топқа қыс, күз, жаз деген столдың партаның үстіне қойылатын кәдімгі подставка дейміз ғой, енді қазақшасын деп тұрмай. Сондай дайындап барамын да, содан кейін кішкене карточка суреттер алып барамын. Сол мынаған картадағы суретпенен карточкадағы суреттерді оқушылардың санына қарай дайындап барамын да, сосын соны партаның үстіне қойып, мына жерден балалар суреттерді алып, өзіміздің тобымызға барып отырамыз деп сөйлейміз топқа балалар. Сосын ана тобындағы партада тұрған атау жазулы тұрғаннан кейін, қыс, күз болғаннан кейін, бүгінгі тақырыбымыз ауа райы, балалар жыл мезгілінде неше мезгіл бар деген сияқты жаңағы ауа райыменен ары қарай солай жалғастырып кетеді. Осы қарап отырсам, мына әдіс тәсілдің бәрін пайдаланып отырмыз, бірақ
мынандай жаңағы өз тілінде жеткізе алмай отырмыз да соны. Педагогикалық тұрғыда біздің мысалы педагогикалық тұрғыда манағы белсенді оқытудың түрлерін білуіміз, жасап жатқан жұмысымыздың ел есебі жоқ қой мысалы. Соның барлығын мысалы сіз қай технологияны қолданасыз, сіз қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз деген мезгілде мысалы мана мен басында сіздерге сұрақ қойдым. Белсенді мына оқытудың қандай түрлерін қолданасыз дегенде мен мысалы мынаны бүйтіп былай сияқты мынаны қолданып жүрген сияқтымын деген манағы өздеріңіздің сұрақ жауаптарыңыздан уже белгілі. Енді қарап отырсаңыздар, жаңа талдап келіп қалғанымызда, оказывается, бәрін мен мынаны мынандай қылып қолданамын. Бәрінде де мысал келтіріп, бәрінде де тәжірибеде жүзеге асырып жатқандарыңызды айтып жатырсыңыздар. Сонда біз шындығында да әріптестер педагог ретінде тәжірибені жасау ол әрине жақсы, бірақ тәжірибені жасаған мезгілде немен байланыстыруымыз керек екен? Теориямен байланыстыруымыз керек екен. Біз тәжірибені жасап жатырмыз, маңдайымыздың тері ағып, кәдімгі еңбегіміз дейтін ұшан теңіз. Бірақ оны қай технологияны қолданып жатсың, қандай әдістерді қолданып жатсың, балаға ол не беріп жатыр, сіз баладан не алып жатсыз дегенге жауап бермесеңіз, манағы жасап жатқан жұмысыңызды айта алмады деген сөз ғой. Мінекей, біз сонда мына теорияны кішкене не істеп жүруіміз керек екен. Үнемі ескеріп, мен мінекей саралауды, модельдеуді енді арқайын қиналмай жауап бере аласыздар. Қандай оқытудың түрлерін қолданып, модельдеу оқытуды қолданып жатырмын, пәнаралық оқытуды қолданып жатырмын, белсенді оқыту, бірлескен оқыту, саралап оқытуды қолданып жатырмын. Қалай қолданып жатсың? Міне топпен жұмыс жасаймын, бірлескен оқу. Белсенді оқу, міне балаларға мынандай тапсырма берем, сол кезде бала өзінің тәжірибесін іске асырып, міне белсенді оқытуды жүзеге асырып жатыр. Болады ма? Енді қиналмай айта беруімізге болатын ой пайда болды бізде. Солай қояды әріптестер. Енді олай болатын болса, мына тәсілдердің барлығының ұқсастығы, айырмашылығы жоқ. Яғни айтқанда барлығымыз осы әдіс тәсілдерді жүзеге асыра аламыз екен. Бізге ешқандай бұл әдіс тәсілдерді қолданған мезгілде ешқандай қиындықта келтірмейді екен, проблема да болмайды екен. Мысалы да мынандай әдіс тәсілдерді жүзеге асырып жатсақ, оларды шешуге де болады. Мысалы проблема келіп жатырса, бірнеше мысалы әдіс тәсілдер, бірнеше жаңағы әріптестеріміздің айтқан мысалдарын арқылы мысалы біз проблемамызды шешіп алып сабағымызды өз дәрежесінде жүзеге асырып жатыр екенбіз. Олай болатын болса, онда бізде қандай оқушы пайда болады? Белсенді оқушы. Белсенді оқушы пайда болады. Олай болатын болса, белсенді оқушы қандай болады сонда біз жаңағындай әдіс тәсілдерді жүргізген мезгілде? Айтып қарайықшы. Сипаттап көріңіздерші белсенді оқушының. Белсенді оқушы өз ойын жеткізе алады. Иә, дұрыс айтасыз. Сосын енді мана мүмкіндік беріп жатсыздар ғой саралатуға, өз тәжірибесін іске қосуға. Қандай оқушы сонда ол? Иә, айтамын. Жан-жақты өзінің ойын айта алатын. Дұрыс. Сабаққа. Иә, сенімді. Сенімді. Аха. Өзіне сенімді, өз ойын жеткізе алатын. Өз ойын арқайып еркін жеткізе алатын. Иә. Сабаққа қызығушылығы бар. Сабаққа Шығармашылығы артқан. Шығармашылығы жүзеге асқан. Ойын өте жақсы. ары қарай ойын дамытады. Өте жақсы. Мінекей, олай болатын болса, белсенді оқу әдістері, белсенді оқу үдерісіне қатысу, белсенді оқудың не екенін түсіну, өзінің педагогикалық қызметіне белсенді оқу қағидаттарын енгізу, оқытудың жай ғана жаттығуларды орындауға емес, мақсатқа жетуге бағытталуы қажеттігін түсіну, мінекей белсенді оқу әдістері болып табылады екен. Әріптестер, біз сонда белсенді оқу әдістерін қалай жүзеге асырып жүрміз? Бұны Құдайдың құтты күні жүзеге асырып жүрміз. Біз сонда бұл әдістерді қолданған мезгілде белсенді оқушыны тану үшін, белсенді оқушыны қалыптастыру үшін, белсенді оқушыны жаңағы белсенді оқушы қылу үшін, кез келген тұлғаны белсенді оқушы қылу үшін біз мінекей осындай әдіс тәсілдерді қолдана аламыз екен. Яғни мұғалім белсенді мұғалім болу қандай мұғалім?
белсенді мұғалім қандай болады сонда? Түйін. Тәжірибелі мұғалім болады ғой енді. А? Тәжірибелі. Тәжірибелі, идеяшыл, шығармашыл. Иә. Шығармашыл. Иә. Шебер. Шебер. Иә. Өмірмен байланыстыра алатын, солай ма? Балама тапсырмалар бере алатын, тығырықтан шыға алатын, құзыреттілігі жоғары, педагог белсенді Бола алады. бола алады. Иә, дұрыс айтасыз. Мінекей, белсенді мұғалім, белсенді оқу қағидаттары. Бірінші қағидаты алға ілгерілеуді жандандыратын мұғалім. Екінші қағидаты оның оқуды қолдай алатын мұғалім. Үшінші қағидаты ресурстарға сипаттап өзіне тән ресурстарды жеткізе алатын мұғалім, белсенді мұғалім. Яғни белсенді оқу қағидаттарының біріншісі алға ілгерілеуді жандандыру, яғни оқу мақсаттарын қайталау, әртүрлі жаттығуларды ұсыну, дағдыларды қалыптастыру, бұған дейінгі білімге негіздеу. Мысалы, мінекей, бүгін біздің сабағымыз, мысалы, белсенді оқу туралы, манағы музыка пәнінің жаңағы әдіс тәсілдерін қолдану болатын болса, мінекей, мынау болатын болса, мысалы, мінекей. Жан-жақты дамытуға да, тұлғаны, оқушыны жан-жақты дамыту болатын болса, яғни айтқанда, біз осы жан-жақты дамыту үшін бүгінгі алып отырған біліміміз кешегі білімменен ұштасып, бүгінгі алған біліміміз ертеңгі білімменен ұштасып, яғни біздің бұған дейінгі, бұдан кейінгі білімнің негізінде біз жүзеге асыруымыз керек екен. Яғни білім беру манағы спираль ғой, мысалы. Басында бір нүктеден бастадық па, сол нүктеменен айналып біз не істей береміз, жоғарылай береміз. Біз ешқандай үзбейміз оны. Бізге осы нүктедегі жеке тұлғама оқушы қалыптасу керек па? Міне осы оқушы білім алу керек, мынау арқылы алу керек, музыка арқылы алу керек, бүгін айтыс дәстүрі арқылы алу керек білімді, бүгін мысалы ауа райы туралы алу керек білімді музыканда, бүгін отбасы туралы алу керек білімді. Әйтеуір қалай болмасын, анағы нүктеміз біздің музыка пәнінің білімін алу. Міне, өстіп айналып, білім алдыңғы білімменен негіздеп отыруымыз керек. Мінеки, бірінші қағидаты алға ілгерілеуді жандандыру, белсенді оқудың бірінші қағидаты. Екінші қағидаты оқуды қолдау. Оқуды қолдағанда біз білімге құштарлығын оятуымыз керек. Сұрақ қоя білуіміз керек, эксперимент жасатып білуіміз керек, ұсыныс жасатып білуіміз керек, ойлап шығаруымыз керек, оқу стилін үйретіп білуіміз керек. Яғни айтқанда оқу стилін үйрету, манағы модельдеп үйреніп білуіміз, саралап оқып білуіміз, үйретіп білуіміз керек, өзін-өзі бағалатып үйретіп білуіміз керек, манағы өзінің ойын талқылатып, жұптастырып, оқу стилін үйретіп білуіміз керек. Оқуды тек қана ойламауымыз керек. Осылай партаға отырып, былай жауап беру. Осы оқу деп ойламауымыз керек. Оқуды сіз далада экскурсия жасап жүріп те оқыта аласыз. Білімді бере аласыз. Бірақ сізде не болу керек? Ойлап шығаратын бір нәрсені, эксперимент жасай алатын, білімге деген құштарлықты оята алатын сізде құзыреттілік қабілет болу керек. Мінеки, белсенді оқудың екінші қағидаты өстіп осылай оқуды қолдау. Біз оқуды қалай болмасын, мінеки, аудиторияда да оқыта аламыз, қашықтықтан да оқыта аламыз. Солай ма? Үйде тұрып та оқытып жатырық қой, мысалы. Мінеки, белсенді оқытудың қағидаттарының екіншісі оқуды қолдау. Осылай. Қандай түрі болмасын, біз оқуды қолдайық. Үшінші қағидаты белсенді оқытудың қағидаты. Принципі ғой енді айтып отырғанымыз. Ресурстарға қол жеткізу. Мысалы, өзінің сипаттарына тән екеніне көз жеткізу. Ресурс деп отырғанымыз біздің қолданылатын құрал-жабдықтарымыз, беретін материалдарымыз оқушыларға. Солай ма? Яғни, сіздің жоспарыңыз ресурс.
сіздің манағы үлестірмелі жаңағы не қылды екен, раздаточный демонстрационный материалдарыңыз солай ма? Міне осының барлығы ұйымдастырылған, қолжетімді, ұжымдаса қолдануға қолайлы, бәріне таныс, өзіңіз алдын ала әзірленген, жүйелі қолдануға болатын, уақыт өткен сайын күрделілеп отыратын, сапасы жақсы дүние болу керек. Түсініп отырсыздар ма? Апайлар, түсініп отырсыздар да? Жалпы, мына белсенді оқудың үшінші қағидаты қолданылатын ресурстарыңыз кәдімгі өзіңіздің сабағыңызға, өзіңіздің үйретем деген дүниеңізге тән екенін көз жеткізуіңіз керек. Жоспарыңыз, сабақ жоспарыңыз, қымыжыңыз, музыка пәні бойынша қымыжыңыз ұйымдастырылған сай біріне бірі байланысын тауып тұратын манағы модельдеу барлығы жүзеге асатындай процесстегі жоспар болу керек. Қол жетімді болу керек. Бала орындай алатындай, балаға ыңғайлы болатындай, бала топпен жұмыс алатындай, бала жеке жұмыс жасай алатындай барлығы ойластырылған, қарастырылған болу керек. Міне белсенді оқытудың осындай 3 қағидаты бар. Бірінші қағидаты сонымен не болды? Жандандыру, алға ілгерілеуді жандандыру. Яғни оқушыға не істету? Білімді жоғарғы деңгейде бере алуымыз. Әртүрлі жаттығуларды ұсындырып қызықтыру. Екіншіміз біздің оқуды қолдай алуымыз. Бірнеше қызығушылық сұрақ қою, манағы ұсыныс жасап, ойлап шығару, стильді өзгерту, мысалы үйрету әдістерін қолдану. Үшіншіңіз, манағы қолданылатын ресурстарыңыз сапалы, жақсы, өз дәрежесінде болу. Яғни, өзінің педагогикалық тәжірибесіне белсенді оқу қағидаттарын енгізу, оқытудың жай ғана жаттығуларды орындауға емес, мақсатқа жетуге бағытталу қажеттілігін түсіну. Бір сөзбен айтқанда, оқыту мен оқу үдерісінде біздің музыка сабағында белсенді оқу әдістері біз қалай қолданамыз? Бір сөзбен айтқанда, өзіміздің тәжірибемізге белсенді оқу қағидаттарын енгізу. Және жай ғана жаттығуларды орындауға емес, мақсатқа жетуге бағытталуымыз қажет. Демек, бұл дегеніміз, біз сабақты құрғанда, қымыжыны құрғанда, мақсатына қоямыз ғой. Мінекей, сол мақсатта не айтылады? Мақсатта. Мысалы, сол мақсат орындалу үшін, мысалы, бір мақсатты айтып көріңіздерші, мысалы, жаңағы айтыстың түрлеріне мақсат қойыңдаршы. Айтыстың түрлеріне мақсат не? Сабақтың. Оқушыларға айтыстың түрлерін не істеу? Таныстыру. Айтыстың түрлері туралы ақпарат беру оқушыларға. Солай ма? Сосын не істету? Айтысты түрлерін орындату. Сосын мақсаты? Ажырата алу бір-бірін. Біз бар ғой, апайлар, қара, ажырата алу, жаңағы айтыстың түрлері туралы ақпарат беру дегендердің барлығы мағынасы бір ғой, айтыс туралы ақпарат қой. Ұғымын, айтыстың түрлері туралы ұғым түсіндіру. Біз дейтін мағыналы, мазмұнды, қомақты бір мақсат қоюымыз керек. Сол мақсатқа жету үшін біз сол мақсатта, мысалы, айтыстың түрлері туралы ақпарат беру, болмаса айтыстың түрлері туралы түсіндіру болатын болса, яғни манағы бірінші кезеңіңіз бар ғой, манағы модель дегенде, бірінші кезеңіңіз айтыстың түрлері туралы ақпарат топқа бөліп тастадыңыз. Міне, беріліп жатыр, орындап жатыр. Екінші, манағы айтыстың түрлерін орындату. Екінші мақсаттың ішінде де айтыстың түрлері туралы ақпарат беру арқылы балаларға айтыстың түрлерін орындату. Мақсатың сол болатын болса, мінекей уже екінші модельде, уже практикада балалар манағы қайым айтысты, қыз бен жігіт айтысын, тағы бірдеңе айтысын орындап жатыр. Қайтып орындаса да.
сурет салып орындап жатыр ма, әлде өлең құрастырып орындап жатыр ма, топ-топпенен орындап жатыр. Сосын тағы не? Сосын ең соңында не істетсіңіздер? Яғни Нәтиже шығару. Иә, нәтиже шығарасыңыздар. Яғни айтқанда, манағы айтыстың түрлерін бала уже түрлерін білді, түсінді. Иә. Қандай айтыс екені, қандай айтыстың мағынасы, қандай айтыстың мағынасы, қандай түрлерін барлығын біліп шықты. Яғни айтыстың түрлерін ажырата білді. Мақсатыңыз уже сабақтың құрылымында орындалып тұр. Неге? Яғни айтқанда, тек қана жай ғана жаттығуларды орындау емес біздің белсенді оқытудың әдістері қолдану. Сол мақсатқа жетуіміз керек. Тек қана тапсырманы, мақсатымыз бір бөлек, тапсырманы күштетіп қызықтырып орындап, ол бір бөлек болса, ол уже біздің белсенді оқытуымызды бұзады. Мақсат далада жатыр, тапсырма басқа жақта жатыр. Мысалы, ана жерде айтыстың түрлерін түсіндіру, мазмұнын түсіндіру болатын болса, болды, сонымен ғана шектеп қоясыңдар. Ал ана жерде онда орындату, оны манағы балаларға мүмкіндік беру дегенді мақсатқа онда жазбайсыңыздар. Егер ол тапсырманы ана жерде жоқ болатын болса. Міне, сонда біздің оқыту мен оқу үдерісінде, яғни өзіміздің сабағымызда белсенді оқу әдістерін біз қалай қолданамыз? Тек қана жаттығуды жай ғана орындатып қоймаймыз, мақсатқа жету керек екенін түсінуіміз керек. Ұзын сөздің қысқасы міне осы. Енді жеке өзіңіз өткізген, сіз өзіңіз жақында ғана өткізген табысты жаттығу түрлерін туралы ойланыңыз. Яғни бұл уже ертеңгі сабаққа тапсырма болып табылады. Табысты жаттығу түрлерін ойланыңыз. Мен ертеңге сіздерге шамам келгенше баланы орта орнату үшін, балаға қолайлы жайлы орта орнату үшін біз қандай жұмыстарды ұйымдастырамыз? Балаға қолайлы жайлы орта орнату үшін. Коллаборативная среда дейміз ғой. Міне, сол ортаны орнату үшін, қолайлы жайлы ортаны орнату үшін біз қандай жаттығулар, қандай тренингтер орындаймыз. Сергіту мысалға. Сергіту жаттығулары да жинақтау. Жайлы қолайлы ортаны орнату қай кезеңінде жүзеге асады сабақтың? Басында. Басында. Өте дұрыс айтасыз. Басында. Өйткені біз менің сабағым, музыка пәнінің сабағы екенін баланы өзіме қарату алу процесі орналастыруға болады. Дауысыңыз менімен қабаттасып кетті, кім екен? Қайталап жіберіңізші. Кім сөйлеп жатқан? Естілмей жатыр. Қаттырақ айтып жіберіңізші, естілмей қалды. Сұрақ қойдыңыз ба маған? Дауыс естілмей қалды, мен де естілмей қалдым. Сіздер естідіңіздер ме, әріптестер? Мен естілмей қалдым. Қайталап жіберіңізші дейді. Қайсыны қайталап жіберейін? Деді, сөйдеді әйтеуір, білмеймін. Менің айтып жатырғаным жалпы мына қолайлы жайлы орта. Ау, мен сабағымды үзіп жатыр біреулер, неге? Или микрофон қосылып кетіп жатыр ма? Жарып жүрген кісі микрофон қосылып тұрады. Микрофонды сөндіріңіз, Жарбол, или болмаса сұрағыңыз бар ма? Сіздің дауысыңыз үзіліп естіліп жатыр. Егер микрофон қосылу мүмкіндігі нашар болса, сізде чатқа жазуға болады, жауап береміз.
Менің айтайын дегенім сіздерге манағы жайлы орта орнату үшін біз қандай жаттығулар ұйымдастырамыз оқушылармен деген. Қайтала деген апай үшін қайталап отырмын. Демек, ертең сабаққа өзіміз қолайлы жайлы орта құру үшін балалармен қандай жұмыстар, қандай жаттығулар жүргіземіз, қандай тренингтер ұйымдастырамыз, бәріміз дерлік бір-бір тренингтен алып келеміз ертең сабаққа. Өйткені, белсенді мысалы оқу аспектілерінің бірі осы өзіміздің сабағымызды, мысалы алдымызда 25 бала, мысалы менің алдымда қазір 23 тыңдаушы бар. Осы 23 тыңдаушы маған назар аударып қарап отырмаса, менің сабағым түсінікті бола ма? Түсініксіз болады. Сондықтан мен өзіме назар аудару үшін мен не істеуім керек тыңдаушылармен? Жұмыс жасауым керек, жаттығу орындатуым керек, мен тек өзім сөйлей бермеуім керек. Мен өзім сөйлесем, тыңдаушыларым видеоны сөндіріп тастайды да, дауысын өшіріп тастайды да, шаруасын шаруалап жүре беруі мүмкін. Ал мен ол оқушыларды, ол тыңдаушыларды жұмысқа тартып, тапсырмаларды орындатсам, өзіме сонда назары ауады. Сол сияқты сіздер де оқушыларыңызды өздеріңізге не істеп аласыңыздар? Сабақты бастамас бұрын қаратып аласыңыздар. Міне, осы қарату қолайлы, жайлы орта құру деп аталады екен. Түсінікті ме? Ал бұл дүниені сіздер жүзеге асырып жүрсіздер ме? Біз ең бірінші, балалар, мен сіздермен қазір жайлы орта құрып алайын демейміз ғой. Өйдеп айтпаймыз. Кешірерсіз. Осы кезде ылғи сабақты бастамас бұрын мен домбыра или ямахамды алып барамда, мысалы қандай тақырып, сол тақырып бойынша бір көңілді өлең айтып, акустиканы өзіме қаратып, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып аламын да. Содан кейін сабақ тақырыбы бойынша бастаймын. Міне керемет, ертең сол жаңағы өзіңіздің инструментіңізді алып келіп, баланы қайтып өзіңізге қаратып, ортаны қалай құрасыңыз? Міне, алып келіңіз, ертең орындаймыз. Бәріміз бір-бірден бір нәрсе. Біреуміз жаттығу орындатуымыз мүмкін, біреуміз эмоцияға беріліп, баланы бері қаратып алуымыз мүмкін өзімізге де. Мінекей, мен үнемі сіздерге, мысалы, үнемі болғанда, енді мен үнемі деп қояйыншы, осы сендерге бүгін екінші күнім шығар кездесіп отырған. Өзім кімменен нешінші күн кездесіп отырмын, тіпті ұмытып қалдым. Себебі 4-ші июльден бері қарай сабақ беріп жатырмын. Арасы жоқ. Кеше 19-да сіздерді бастадым ба, 18 күні дене тәрбиесінің мұғалімдерін аяқтадым. Сондықтан менде барлығы шатасып жатыр, күнде тыңдаушылар, сондықтан күнде осы шамам келгенше тыңдаушыларды өзіме қарату үшін манағы ой қозғау деген сияқты, манағы тренинг деген сияқты дүниелерді ең бірінші жасатып, манағы бір жағынан қосуға мүмкіндік, кішкене қосылуына уақыт беруіне мүмкіндік жасату. Мінекей, манағы оқытудың, белсенді оқытудың бірнеше түрлері бар ғой, соның шамам келгенше 2-3-ін жүзеге асыруға тырысамын сабағымның кезінде. Қазір әріптестер 1 минуттан төмен уақытымыз қалды. Қазір үзіліске шығамыз, содан кейін қайтадан тағы бір рет қосыламыз. Жарайды ма, апайлар? Сосын сабағымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз.